Аяхсабул инсану айютрака суда. Адам баласы ойлай ма, текке қоя берілемін деп дейді, мына жердің бетінде. Еркінсіп жүріп кетті ғой дейді адам, қараңыз. Алла тағала еркіндік деген нәрсені берді. Еркіндік пен еркінсуді шатыстырып алғанбыз. Қоғамдық санада шатысып кеткен екеуі. Еркіндік деген сөз бұл еш нәрсеге тәуелді емессіз, Алла тағаладан басқа. Мұқтаждығыңызды тек Аллаға қаратасыз сіз. Алла тағалаға бойұсынасыз, еркінсіз, болды. А еркінсу деген сөз, өзім білем не істесем деген сөз да. Сонда Алла тағала айтады, адам сонда ойлай ма, қараңыздар, біз оны босқа тастап қоямыз ба деп. Ойыңа келген істей бер, өлесің жоқ болып кетесің деп. Жоқ. Ол босқа тастап қойдық деп ойлай ма дейді. Сен түгіл. Алла тағала Құранда айтады, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Жаңағы ва ма халақнас сама вал арда ва байнахума лағибин. Біз көкті де, жерді де, және оның екі арасындағы нәрсені де ойнап жаратқан жоқпыз дейді. Қараңыз қалай түсіндіріп отыр. Сосын мынандай сөзге дейін айтқан ғой Алла тағала. Адам түсінсін деп айтып отыр да оны. Кемшілік сипаттардан пәк Раббымыз. Лау арадна наттахиза лахван. Егер де біз бір ермекті қаласақ еді дейді. Қараңыз. Латтахазнаху мин ладунна ин кунна фаилин. Егер істеуші болсақ, біз оны өз құзырымызда жасай салар едік қой дейді. Бірақ біз олай істемейміз дейді. Біз керісінше былай істейміз дейді. Вал нақзифу бил хаққи алал батили. Біз мына Құранды түсіреміз да, Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның аузынан шығарамыз да, аналардың сөйлеп жүрген жалғанын тарс еткізіп ұрамыз дейді. Құранның аятымен. Фаядмағуху. Сонда ол жалғанды езіп жібереді дейді. Фаиза хуа захиқун. Сөйтіп жалған сана кетіп қалады дейді адам санасында. Валакумул лаулу мимма тасифун. Ал сендерге қайғы болады дейді оларға. Алла жайында, ақырет жайында неше түрлі өздерінің ойларына келген сөздерді, сипаттарды айтып жүргендіктері үшін. Адам босқа жаралған жоқ. Құрметті жамағат, сондай-ақ біз, мысалы айтайық, Алла тағала тура жолға салғаннан кейін біздің өзімізге де бір ескертуді айтады Алла тағала. Анкабут сүресінің басында айтады: Алиф лам мим ахасибан насу. Адамдар есептей ма, ойлай ма? Қараңыздар. Ан ютраку. Тастап қойыламыз деп. Ан яқулу аманна. Иман келтірдік дегеннен кейін тастап қойыламыз деп ойлай ма? Вахум ла юфтанун. Біз оларды сынамаймыз ба деп? Біз әлбетте сынаймыз дейді, сендерді деп бізге де айтып жатыр. Мал беріп сынайым сені, мансап беріп сынайым. Сен өмір бақи емтиханнан өткізем дейді сені. Көрдіңіз бе? Ана иманыңды пісіру үшін сенің. Сөйтіп биік дәрежеге қарай көтеру үшін. Сен соны түсініп ал дейді. Сынақтың не үшін саған келетінін. Сондай-ақ күнәларыңнан түк қалдырмау үшін. Көрдіңіз бе? Бірақ тастап қоймайым дейді мен сені де. Иман келтірдім деген сөзіңнен кейін тастап қоймайым дейді мен саған. Көрдіңіз бе? Соқтан Алланың әрбір сынағы бұл сізге жәннаттан қалаған дәрежесі. Сіз соны солай қабылдаңыз да. Сол кезде сынақ оп-оңай болып кетеді сізге. Ешқашан Аллах тағала сізге жамандық қаламайды. Нәпсіңе ауыр болғанмен де біл, Алла тағала жәннатты қалауда сізге. Бағанағы аяттың негізінде Валлаху ядғу иля дариссалам. Ол жәннатқа шақырып отыр дейді. Сөйтіп Алла тағала нәрсе түсіндіреді адамға. Қалай мен босқа жаратамын? Қалай мен сені босқа тастап қоямын, жаңағы адамды? Әлем якун нутфатан мин мани юмна. Аяттарда тез аламыз, өйткені бұл аяттарда алдыңғы сүрелерде айтылған. Ол адам дейді, ана жатырға құйылған кездегі мәни суының ішіндегі бір тамшы емес пе дейді. Қараңыз қалай сөйлейді. Соның ішіндегі бір тамшы еді ғой дейді, менің әміріммен жатырға барып жабысқан. Сосын сол жабысқан жерінде мен оны сүлік сияқты, жаңағы келесі аятында айтады, сумма кана алақа. Сөйтіп мен оны ұйыған қанға айналдырған едім дейді. Фахалақа фасауа. Сөйтіп оны 9 ай бойы жараттым да. Жаратылысыңды тәмамдап, осындай бір адам қылып шығардым ғой дейді сені. Сосын сен келесіңді айтасың дейді, біз босқа жаралғанбыз деп дегендей. Бір аятта Ясин сүресінде айтады ғой. Ауэлам ярал инсану анна халақнаху мин нутфатин фаиза хуа хусиму мубин. Адам баласын бір тамшыдан жаратып едік, осыған таңғалады-ау деп. Қалай жаратқан, субханалла, мына керемет нәрсе ғой, надан қалай жаратты деп таңғалама деп жаратып едік дейді. Ол келді бізге әңгіме айта бастады дейді. Фаиза хуа хусиму мубин. Сондай дауласып, қалай бұл, қалай деген сұрақтарды көбейтіп жіберді дейді ол. Негізі ол жығыла салу керек еді деді. Көрдіңіз бе? Ол осылай сендерді жараттық. Фажағала минху заужайни аззакара вал унса. Сондай-ақ адамды жұп қып, ер мен әйел етіп жасадық дейді. Көрдіңіз бе? Отбасы деген мағынаның өзін мен жараттым деп отыр ғой Алла тағала. Ерлі зайыптылар деген мәселе. Осының барлығын жаратқан менмін дейді. Жалпы сендердің бүкіл пайдаланып жатқан нәрселердің бәрі менікі дейді. Түгел менікі дейді.
Әрбір пайдаландырып жатқан нәрсенің бәріне есеп алам дейді мен. Тек қана бойсынсаңдар, есеп жеңілдейді. Көрдіңіз бе қандай? Ал айтпесе, ана әрбір су үшін сұрайды Алла Тағала. Әрбір құрма үшін сұрайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқандай. Қара құрма мен қара су үшін сұраласың деген ғой Пайғамбар саллаллаху алейхи. Мына намаз, Раббыңызға неғұрлым көбірек бойсынып, көбірек бүйтіп тәуба келіп, қателік жасап жылауға тырысамыз, соғұрлым ананың сұраулар азаяды. Сөйтіп хисабын ясир деп атайды Алла Тағала. Ей құлым, сен осыны істедің ғой деп, істедім Раббым дегенде, кешірдім сені дегенмен аяқталады екен ол. Неге? Өйткені сен қателік жасасаң да сен мойындап, намазыңды оқып, тәубаңа кеп, жылай білдің, өзіңді өзің сөкілей білдің. Міне, осы адамды тамшыдан жаратқаны, 9 ай бойы жаңағындай ұйыған қаннан жаратқаны. Қараңыз. Одан кейін ер мен ұл мен қызды жаратқан. Қаншама нәрселерді жаратқан Аллах Тағала. Алейса залика биқадирин ала ан юхйил маута. Осының бәрін жасаған Алланың сонда өлілерді тірілтуге құдіреті жетпей қалды ма дейді. Қараңыз. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи бәлә деген. О не дегенің Раббым? Сен бүкіл нәрсеге құдіреттісің деген. Осының бәрін жасағанның өлілерді қайта тірілтуге құдіреті жетпей ма сонда деп жатыр Алла Тағала. Сұрақтарындай қойып жатыр да. О не дегенің Раббым деген реакция болу үшін мына жақтан. Соны Пайғамбарымыз бәлә деген. Анта ала кулли шайин қадир. Сен бүкіл нәрсеге құдіреттісің. Міне. Иншалла Аллах Тағала осы айтылған сүрелер, аяттардың берекесін берсін баршамызға. Иншалла. Алла Тағала қабыл етсін.